Ал, құрметті әріптестерім, бүгін концерт өте жоғары деңгейде өтетініне сенімдімін. Тамаша үлкен бір отбасы. Лидия анамыз, 90 жас үлкен болса да ерке баламыз. Мейірман ортаншы ұл. Мен осы отбасының үлкен ұлымын. Менші. Сен көршіден туғансың. Тамаша. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Тишина, начали. Тамаша әртістерінің әрқайсына компромат табасың. Кім кіммен кездесті, қайда барды, неге барды. Түсінікті ғой? Таныс болыңыздар. Бұл жігіттің есімі Қайсар. Біздің театрдың архивтерін түсіруге келген. Лұқпан Душанович, бүкіл тамашаға қарсы жинаған компроматымыз бар. Ол әшкере бола қалса, қызметкерлеріңіздің барлығы кем дегенде 10 жылға сотталады. Тамаша эфирге шықпайды. Өйткені бүгіннен бастап тамаша жабылды деп сынай беріңдер. Сіздің ісіңізге арызсызды. Бізбен бірге жүріңіз. Тамаша жабылды ғой. Енді не істейміз? Қаншама еңбек зая кеткелі тұр. Айтшы, біз олардың жетегінде қашанғы жүрмекпіз? Тамаша өз орны бар театр жайдан жай жабылып қалмауы тиіс. Біз бір отбасымыз. Осылай беріле салғанымыз дұрыс емес деп ойлаймын. Олай болса, тәуекел. Баршаңызға сәлем, менің есімім Серікбаева Бақытгүл. Тамаша сериалында мен Данагүл Темірсұлтанованың рөлін сомдаймын. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Ерлан Қасымжанұлы. Тамаша сериалында Қазақстанның халық әртісі Құдайберген Сұлтанбаевтың рөлін сомдаймын. Бәріңе сәлем достар. Менің атым Мұхаммед Саид Бағашаров. Мен Тамаша сериалында Қайсар есімді кейіпкерді сомдаймын. Армысыздар, құрметті көрермендер, менің есімім Айгерім Тасыбек. Мен осы Тамаша көркем сериалында атақты актриса, халықтың ерке қызы Лидия Каденованың рөлін сомдаймын. Сәлем достар, сәлем құрметті көрермендер. Менің есімім Гоги Дәрбай. Мен Тамаша сериалында Гүлбаушан Тілеубекованың рөлін ойнаймын. Бұл жалпы рөлге бекіткен кезде, біріншіден мен ең бірінші қуанғаннан бұрын жауапкершілікті сезіндім. Өйткені дәл Данагүл Темірсұлтановадай тұлғаны сомдау, мен ойлаймын, кез келген актрисаның ол арманы. Қандайсың, өзің 3 жылда үшеуін ауыстырдың, қызығын жалғыз өзің ғана көргің келіп жүр ме? Кетші, мен де күйеуге тигім келеді. Кейін естідім мен, Данагүл апай өзі келген кезде осындай театрда, тюзда осындай қыз бар деп естідік. Және сол маған ұқсайды деп естідім. Сондықтан да осы қызды қарастырсаңыздар болады деген сияқты өзі ұсыныс айтты. Соны мен естіген кезде, мен есімде түсірілімнің бірінші күні естіген болатынмын. Ол кезде енді менде уайым өте қатты басым болып кетті. Өйткені ол кісі өзі ұсынып тұрғаннан кейін ол енді екі есе жауапкершілікті талап етеді. Бұл енді бір ерекше сезім болды. Бір жағынан бір қуаныш сезімі, екінші жағынан бір үлкен жауапкершілік артылғандай сезім. Өйткені сондай бір үлкен таутылғаны сомдау, бұл үлкен жауапкершілік. Естіген кезде сондай бір екі сезім болды бойымда. Тамаша сериалының түсірілгелі жатырмыз, көркем сериал болады, соған сіз келсеңіз, Қайсар есімді КГБ қызметкерінің рөлі бар деп шақырды. Одан кейін мен Қайсардың басты кейіпкер екенін білген жоқпын. Мен эпизод па, әлде бұл қосалқы рөл ме деп қана ойладым. Бұл ойдан шығарылған кейіпкер, балалар үйінде өскен. Бұның негізгі мақсаты Мәскеуге кету керек, Мәскеуге жұмысын ауыстыру керек. Сол себепті өзіне берілген осы соңғы тапсырмасы тамаша әртістеріне қарсы компромат жинау үшін араларына фотограф болып қызметке келеді. Үйге барып тамаша театрының видеоларын қарадым. Жалпы КГБ қызметкерлері қандай мәнерде сөйлейді, қалай жүріп тұрады, жүріс-тұрысы болсын, сол замандағы адамдардың жалпы сипаттарын бір-бір қарап шықтым. Және іштей бұл рөлге 100% дайын болдым. Мені рөлге бекіткен кезде мен басқа қалада болатынмын. Сөйтіп, маған хабарлама келді. Сізді режиссер Лидия Каденованың рөліне бекітті деп. Ұғып алайын. Саудаға шыққан адам сауыт киген сарбазбен тең. Не өлім, не шеустіп шығу керек. Мен төсекте бүйтіп хабарламаны оқып жатқам, орнынан ұшып тұрдым. Да, бүйтіп қараймын ұялы телефоныма. Тағы да бір рет оқимын да. Сосын қабарластым. Ол жаңағы кастинг
департаментке айтып жатырмын ғой, Лидия апай біледі ма мен ол кісінің рөлін ойнайтынымды? Ол деген үлкен жауапкершілік қой. Қуанышымда енді шек жоқ болды, қорқыныш та болды, себебі үлкен жауапкершілік. Өйткені аңыз адамды ойнау, осындай бір қазақтың сатирасына, әзіл-сықақ театрына, өнеріне еңбегі сіңген адамдарды ойнау, және де енді осындай актерлық өмірін енді бастап жатқан адам үшін ойнау, ол кішкене қорқыныш болды. Тамаша театры мен есімде бала кішкентай кезімде менің көз алдымда отбасы болып жиналып теледидардың алдында газеттен қай уақытта болатын Тамаша театрының шығарылымы қарап, сол уақытқа бүйтіп папам осылай не қойып қояды, ручкамен астын сызып қояды, Тамаша театрының шығарылымы болады деп, сол уақытты бәріміз отбасымызбен күтеміз. Бұл ұлттық интеллектуалдық өнім деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтады, как живем, так и шутим дейді. Сол кездегі адамдардың тұрмыс тіршілігі, өмірі, болып жатқан жағдайлар, сол кісілердің сахнада ойнаған қойылымдары арқылы берілді. Сол кезде тамаша деген бір событие болатын. Тамаша эфирге шықты, бір бәріміз күтіп отыратын едік негізі. Тамаша дегенде ең алғаш менің ойыма халықтың жүзіндегі ешқандай мұңсыз, ешқандай қайғысыз күлкі елестейді. Қандай жобаға түсіп жатырсың дейді, мен тамаша сериалына түсіп жатырмыз, осындай тамаша деген театрды білесіздер ме деп үлкен кісілерден әдейі сұраймын ғой. Сол ол кісілер тамаша деп айтқан кезде андай деп қарамайды да. Бірінші қараған кезде тамаша дейді да. Бірден көздеріне жас келеді, болмаса бірден көздерінде от пайда болады. Тамаша ол мен үшін бір өмір деп ойлаймын. Ол адамдардың бақыты, адамдардың бір керемет, ғажайып сезімі, махаббат, ностальгия. Тамаша ең алғаш шыққан кезде өте күлкілі болды. Ондай әзіл-сықақ театрлар қазақ тілінде, оның үстіне жоқтың қасы ол кезде. Шыны керек, айтайын, рөлге дайындалу өте қиын болды. Бұл менің бірінші рөлім. Әр нәрсеге өте жауапты қараймын. Және де оны істемесем қоймаймын, сондай бір әдетім бар. Мен дайындалып, ол барлық алтын қорды ақтарып шықтым. Барлық YouTube-та ақтарып шықтым. Оның қалай сөйлеу мәнері. Негізді білетінмін ғой, бірақ тура сол сияқты сөйлегім келді. Бірақ ол дәл енді бір пародия ретінде емес, сезінгім келді. Оның не айтқысы келгенін, қандай образды бергісі келгенін сезінгім келді да, соның барлығын зерттедім. Ең бірінші кезекте әрине ол біз қазақ болғандықтан, біз үшін ол кісілерден бат алу, ол үлкен құрмет. Менің әріптесім Алмат екеуміз жаңағы Азат ағамен Данагүл апайды шақырып, кездесіп, ол кісілердің батасын алып, ол кісілердің жаңағы біздің роль бойынша қалай істеген дұрыс, қалай көрсеткеніміз дұрыс деген сияқты тақырыптарда әңгіме айтып, ол кісілердің жаңағы берген сұхбаттарын қарап, жалпы негізі Данагүл апайдың қойылымдарын білемін, көремін, сондықтан да сол театрға барып қайтадан қойылымдарын көрдім. Әуезов театрында ойнаған, бірге ойнаған сахналас әріптестермен де сөйлестім. Болат Әбділманов ағамен әңгімелестім. Ержан Тусуповпен, кезінде тамашада ойнаған кісілермен, Мұхамеджан Мырзакеевпен, Гүлбаушан апаймен хабарласып, сөйлесіп, сол кісі жалпы өмірде, сахнада былай тұрсын, өмірде қалай екен ол кісі деп. Сөйтіп, ол кісілер өзінің әңгімелерін айтып, Ержан Тусупов айтады, негізі, Құдайберген это не комедия, Құдайберген это трагедия дейді. Өйткені ол негізі ол драма актері еді. Ол кісі драма ойнағысы келді. Бірақ оған көбінесе негізінде комедиялық рөлдерді беретін. Ол драмаға қатты қызығатын, сол драмалық рөлдерді ойнағысы келетін. Ары қарай Лидия апаймен рөлге бекітілгеннен кейін алғашқы күндері мен барып, қойылымына, театрға кездестім, алдынан өттім, батасын алдым. Сол кезде Лидия апай батасын беріп тұрып, маған айтты, айналайын қызым. Ол кісінің бір жақсы сөзі бір айналайын деп саған қатынайтын. Айналайын қызым, сен мені көшірме деді. Менің пародиямды салма.
өзің табиғи болмысың қандай, солай рөлді ойнап шығуға тырыс. Менің пародиямды салушы болма деді. Бір шетінен сөйтіп айтқан кезде мен қуандым, себебі мен ойладым, ол кісінің бір қандай да бір жаңағы қимыл қозғалыстарын, сөйлеу мәнерін, сөз саптауын мен өзімнің бойыма сіңіруім керек қой, мен бір образ шығаруым керек қой, ұқсас деген сияқты. Бірақ ол кісі осылай айтқаннан кейін маған кішкене жеңілірек болды. Біз Данагүл апаймен, Азат ағамен кездескен кезде ол кісілердің сөзі есімде әлі. Алматыға да маған да айтқан болатын, бізді 100% қайталап, яғни копировать ету дейді ғой, жасаудың қажеті жоқ деді. Сендер өздеріңнің жастықтарыңмен, сендер өздеріңнің жаңағы қызығушылықтарыңмен осы рөлді алып шыға аласыңдар деді. Енді о баста бірінші дайындалған кезде мен ол кісіге пародия салып, сол кісі сияқты сөйлеймін ба деп дайындалғам негізі. Текст оқысам жаңағы. Баяғыда аштықтан қырылса, қазір суықтан свет жоқ, қиналып жатыр дегенде естіп жатырмыз. Немесе бұл тел қоңыр деген күй деп дайындалған ғой. Сөйтіп бірінші күні съемкаға барсам, режиссер Нұрғиса Әлмұрат айтады, Ереке, олай ойнамай қойыңыз, пародия салмаңыз. Өзіңіз өмірде қалай сөйлейсіз, солай сөйлеңіз деді. Сөйтіп бір ойланып, бір сахна ойнадық, екінші сахнада, үшінші сахнада ақырындап өз-өзіме келдім. Өзім өмірде қалай сөйлеймін, солай сөйлей бастадым, бірақ сонда да сол кісінің мәнерімен сәл сөйлегім келді. Бірақ ақырындап Нұрғиса, Ереке, поменьше восклицания деп. Сөйтіп ақырындап сол образды ұстап алдық. Жалпы менің ойымша тамаша Әзіл-Сықақ театрының қазақ мәдениетіне қосқан үлесі үлкен зор. Өйткені бұл енді 78 жылдан бастап келе жатқан қазақ тіліндегі жоба. Қазақ телевидениясының алғашқы жобасының бірі. Халықтың мұң-мұқтажын жоғарыдағыларға әзілмен жеткізе алған жоба болғандықтан, бұл мен ойлаймын, сол замандағы билік пен халықтың ортасындағы алтын көпір бола алды деп ойлаймын. Кезінде Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың бір кітабын оқыған кезде сол кісі айтатын, мен сол одақ бойынша келетін қонақтар болсын, немесе шетелден келетін делегациялар болсын, соларға біздің төл өнерімізді, біздің мәдениетімізді көрсеткен кезде мен тамашаның қойылымдарын кассетаға жаздырып тұрып соларға беретін едім дейді. Яғни көріңіздер, бізде осындай сатиралық театр бар, олар осылай қалжыңдасады. Егер де мынау 90 жылдардан кейін кезін айтатын болсақ, ол кездері қазақ тілді контент өте аз болды. Қазақ тілінде осындай әзілге толы, сатираға толы, шындықты айтатын, шындықты әдемі қылып беріп, бір юмормен беретін бірден бір бағдарлама болды деп ойлаймын. Сол кезде адамдар соны білгісі келді, естігісі келді, қуанышпен әрбір кейіпкерін күтті. Ең алғаш қазақ тілді Сықақ театры өмірге келді. Сол кезде жаңа жанрды алып келді қазақ сахнасына. Оның орны әрқашан ерекше. Тамаша сериалы несімен ерекше? Бұл ең бірінші біздің енді қазіргі 25-тен бері қарайға жастар білмеу мүмкін, бірақ 30-дан ары қарайғы аға апаларымыз, одан үлкен ата апаларымыз бұның бар тамашаны жан тәнімен жақсы көреді, олардың балалық шағына саяхат болып есептеледі. Бұл жоба менің ойымша басқа жобалардан анағұрлым ерекше. Әрине, тамаша сериалы ерекше болады. Режиссер да, сценарист те ерекше форматта халыққа жеткізуге тырысты. Актерлер де, кастинг өте жақсы жұмыс істеген, өйткені басқа әріптестеріме қараймын ғой, шынымен де ұқсастықтары өте қатты. Бұл сериалдың ерекшелігі сол көркемдігінде деп ойлаймын. Екінші, бұның көтеріліп жатқан тақырыбы, сол кездегі өнеріміз, сол кездегі мәдениетіміз, сол кездегі актерларымыз, сол кездегі тұрмыс тіршілік,
сол кездегі әзіл қалжың. Ата анасы баласымен бірге отырып тамашалай алатын, жалпы көрермен талғамайтын, 7 жасар баладан 70 жасар қартқа дейін көретін сондай бір әмбебап өнер туындысы деп ойлаймын. Тамаша ол себебі тарих. Тамаша ол адамдардың өмірі, және өмірде болған бар адамдармен жұмыс істеу ол үлкен ерлік, жауапкершілік деп ойлаймын. Және де ол бір сол заманға бір сапар шегу сияқты. Әлеуметтік желілер болсын, TikTok болсын, Instagram болсын, қазір тамаша сериалының отрывоктарын салып жатырмыз, тамаша сериалын түсіріп жатырмыз, жар салып жатырмыз. Сол комменттерді ерінбей оқып шығамын. Солардың ішіндегі көп жазатыны, шіркін-ай, осы тамаша болып жатқан кезде біз әкеміз де тірі, анамыз да тірі, бауырларымызбен бәріміз бір дастарханның басында отырып көретін едік қой деген бір сөздің өзі тамаша сериалын не үшін көру керек, тамаша сериалын көргеннен қандай сезімде боласың, қандай ой түйетінің, ол былай да былай белгілі деп ойлаймын.